Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осы аптаның 4-ші күнінде біз уже кезекті контейнерімізді ашып жатырмыз. Контейнер номері 6501. Бұл контейнердің ішінде бізде 2 автокөлік бар. 2 автокөлігімізде соңында салынған екен. Олар BMW F10 және Hyundai iG Grandeur автокөлігі. Қазір соларды шығарамыз, сіздерге көрсететін боламыз. Достар, жаңа тұрған 2 Hyundai Grandeur'ді түсіріп тастады. Енді бұл жерде біздің 2 бірдей автокөлігіміз. Так, BMW F10. Бұл 528 емес, достар, бұл 523. Ай, 2D5 литрлі атмосфералық қозғалтқышымен келіп жетті. Қазір шығарып түсіретін боламыз. Одан кейін Hyundai Grandeur iG. Последний осы 3-4 контейнерде iG-лар көп болды. iG-лар түсіп жатыр. Мынау 2 миллион 800-ге келді. Так, iG-дің бағасын сәлдеген айтам. iG-дің бағасын білмеймін дәл қазір. Так, осы көліктерді шығарып, барлығын көретін боламыз. Көлігіміздің аккумуляторын ақтаған. Бұлда да F10-тардың барлығында тек алдынан бірінші прикурит етіп, одан кейін багаждегінен аккумуляторын жалғайтын боламыз. Жалпы көлік жағдайын қарап тұрмын, өте керемет. Ешқандай повреждение, ештеңесі жоқ. Өте әдемі жағдайда. Көліктер қалай сақтандырылғандарын көрдіңіздер. Бұл көлікте, кстати, Қарағандыға кетіп жатыр. Арманның, Шамилдің көлігі бәрі бірге кетеді. Мынау Айбек деген ағамыз Қарағандыдан тапсырыспен алдырды. Осыны шығарып, енді бұл 3 F10-ді Қарағандыда көретін болсыздар, Құдай қаласа. Достар, міне алғашқы BMW автокөлігіміз түсті. Салонның жағдайы барлығы керемет деген. Ішінен қарап жатырық, әппақ түсті. Так, бұның 4 дөңгелегі де осында, да, шатаспасам. Қазір бізді багаждегін ашып, көлігімізді от алдыратын боламыз. Мінекей капотный пространство. Ешқандай бір маяқ тұрған, ештеңе жерлері жоқ. Көлігімізді Қарағандыдан Айбек деген ағамыз тапсырыспен алдыртты. Қарағандыдағы номер 1 Кастаправ көліктердің жаңағы майысқан, түзеу керек жерлері болса, Айбек ағамызға шықсаңыздар болады. Айбек ағаға қалай шығу керек болатын білгілеріңіз келсе, маған жекеме жазыңыздар, қарағандылықтар. Так. Багаждегін ашыңыздаршы. Көріңіз қыстырдық. Вот багаждегін аштық. Енді аккумулятор тағып от алдырайық. Так, одан кейін Hyundai Grandeur автокөлігі дайын тұр. Қазір түсіретін боламыз ол автокөлікті. Автокөліктер жалпы жақсы келіп жатыр бізге. Бұл автокөлік уақытында келді, тоже 35 күннің ішінде Алматы қаласына кіріп келді. Өте әдемі жағдайда. Қараңыздар, әппақ. Мінекей. Қана, көлігімізді от алдырайық, дауысын естейік. Солай ма, тәке? Қосылмады ма? Мінекей, достар, бізде жаңағы Кореядан тиеген кезде электрический замыкание бірдеңе болмасын деп жолда, енді Құдай сақтасын. Сақтанған сақтайды дейді ғой. Осылай көлігіміздің аккумуляторларын барлығын шешіп тастайды. Өте дұрыс шешім негізі жалпы. Қазір көлігімізді от алдырайық. Көрейік, бісміллә деп. Ай, машалла, анау қандай керемет. Так, 523, 2010 жылғы. Так. Мінекей, мүлде қиыншылықсыз от алды. Мынау старт, стоп. Несін қараңыздаршы? Көрейікші наны? Өте әдемі, ерекше, басқандай. Жалпы салонның мына жерлерінің деревяшкалары мүлде басқа. Салон өте керемет. Көлігіміз рөлі. Қазір бензин азай қапты. Қазір бензин алғанымыз 178 000 пробегпен. Көлікті қазір толық түсіріп, полный обзор жасаймыз. Достар, мінекей 4-ші, яғни біздің 2-ші автокөлікті түсірдік. Hyundai Grandeur iG. Кешеде келген, алдың күні де келген осындай Грандеурлар. Бұл 2017 жылғы Шымкент қаласынан тапсырыс берген. Бағасы 4 миллион 800 теңгеге Алматыға дейін келіп жетті.
Аккумуляторын қосты. Кіші қоңыр шоколадный салонда. Почти полный комплектация екен. Мына жерде барлық кнопкалары бар. Состояниесі жақсы. Рөліне чехол кигіз қойған. Енді чехолы шаршаған екен, чехолын шешіп тастайды деп ойлаймын. Так, көлігімізді бісміллә деп оталдырып көрейік. Хоп. Көлігіміз оталды. 182 мың пробегпен. Көлігіміз мотор жақсы жұмыс жасап тұр. Ішкі салоны бәрі өте керемет жағдайда. Екі бірдей өзі Hyundai'дың сүйкімді кілттері. Так. Подогрев, обдув сидений, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, круиз-контроль, управление мультимедиа, жолақта ұстау батырмасы, парктроник, антибуксировочный батырмасы, драйв-мод, автохолд, электронный ручник. Жалпы көлік жағдайы жаман емес, 182 мың километр, 4 миллион 800 теңгеге келіп жетті. Достар, бүгін жаңа ғана жаңалық шықты. Енді сентябрьдің 1-нен бастап осындай біз ескі автокөліктерді кіргізе алмаймыз. Сентябрьдің 1-не дейін бізге уақыт берді. Себебі күні кеше осындай автокөліктерге уже запрет қойған болатын, бірақ жолда келе жатқан көлік бар, келіп қойған көлік бар. Бізге ешкім ештеңені ескертпей бір күнде шешім қабылдаған еді. Бірақ ол дұрыс шешімдері дұрыс емес екен түсініп, сентябрьдің 1-не дейін уақыт берді. Жалпы жолда келе жатқан көліктер, тапсырыс беріп қойған көліктер, келіп қойған көліктер, солардың барлығын растаможка жасап, учетқа қойып алыңдар деп, былайша айтқанда кішкене әйтеуір жеңілдігін жасады. Оған да рахмет. Енді жалпы алдағы уақытта көлік тапсырыс беремін деп ойланып жүрген адамдар болса, осы сентябрьдің 1-не дейін көлік келу үшін алдағы 10 күнде тапсырыс беріп үлгеріңіздер. Бізден кез келген Hyundai Grandeur, F10, жалпы қандай көлік ұнап жүр, соларды тапсырыс беріп үлгеріңіздер. Себебі сентябрьдің 1-не дейін біз учетқа жалпы негізі растаможкасын жасап алып шыққаннан кейін ол учетқа қою проблема емес. Растаможкасын жасап алып шығу керек. База ашық, СБГТС, ЭПТС документтерін беріп тұр сентябрьдің 1-не дейін. Осыны ұмытпаңыздар. Енді мына көлікті айтайын. Қарағанды қаласынан 2 миллион 800, екеуінің баға айырмашылығы 4 миллион, анау 4 миллион 800, 2 миллион 800, 2 миллион бағасы айырмашылығы бар. 2017, 2010. Так, өте керемет, төбесі, крышасы қара түсте. Өзі жалпы әппақ әдемі, дисклардың өзі бөлек, протекторлары, былайша айтқанда 80-90% протекторы әдемі жағдайда келіп жеткен. Көлігіміз 523 ай, 2010 жылғы мінекей. Нәрде көретін болсаңыздар, кожаларының жағдайы, память сиденье, мынау есіктің ручкаларында болшы еді, мынанікі кішкене болмол нормально екен. Енді маған бұның ішінде ұнағаны мынау деревяшкасы мүлде бөлек. Мынау кнопкалары, старт-стоп, вентилятор, жаңағы барлық кнопкалар өте керемет жағдайда. Және мынандай ішінде кілт салып қоятыны бар екен өзінің. Екі кілтінде әдемі чехолмен орап қойған екен. Өте керемет. Бір қыз тепкен сияқты ма? Сондай. Мына жерде екі подстаканнигі барлығы бар. Электронный ручник, автохолд батырмасы, подлокотник. Жалпы Қарағанды қаласына осындай люгі, барлық электричествосы істеп тұр. Қарағанды қаласына 2 миллион 800 теңгеге. Жалпы Қарағандыдан мынау біздің Барусан, мен бұрын жұмыс істеген жерде, мен айтқан мотор жинаған жерде осылар жұмыс істейді. Осы азаматтар, осы аға бауырларымыз. Сол тапсырыс бергендеріне үлкен алғыс. Енді тағы бір F30 келу керек Барусаннан. Достар, бүгінгі күнді қорытындылайтын болсақ, бір контейнердан екі бірдей автокөлігіміз келіп жетті. Қарағанды, Шымкент. BMW F10 523i 2 миллион 800 теңгеге келді. Және Hyundai Grandeur IG 2017 жылғы 4 миллион 800 теңгеге Алматы қаласына дейін келіп жетті. Осы екі бірдей автокөлігіміз. Бағана алдында айтып өткендей, сентябрьдің 1-не дейін бізге осындай көліктерге сентябрьдің 1-не дейін ғана рұқсат бар. Одан кейін уже көліктерді ескі кіргізе алмаймыз. Сол үшін қазір 10 күн ішінде көліктерді тапсырыс беріп үлгеріңіздер. Сентябрьдің 1-не дейін өздеріңізге қалаған, ұнаған көліктеріңізді кіргізіп документін жасап үлгерейік. Достар, сіздермен бірге болған Алаш Экспорт.
сенім білдіріп тапсырыс берген жандарға үлкен алғыс. Және мен осы блогты жүргізген халықтың баласы. Аман сау болыңыздар.